Петропавлға үлкен футбол мерекесі қайта келді. Қарасай стадионында өткен ойынға премьер-лиганың үздік командаларының бірі Астана футбол клубы келді. Жергілікті Қызылдар СК командасы мен Қазақстан Республикасы кубогының 1/4 финал аясында кездесті. Ойын алаң қожайындарының белсенділігімен басталды. Осылайша ойынның 4 минутында-ақ елордалық команда қақпасының алдында алғашқы қауіпті сәт туындады. Бірақ Астана клубының алыстан бағыттаған пастары мен жергілікті командан да шаршатып отырды. Сондай шабуылдардың бірінде Астананың сұрмергені Джорджи Деспотович 33 минутта есеп ашты. 0-1 есеп Астананың пайдасында. Осыдан кейін елорданың командасы шабуылдарын үдете түсті. Асхат Тағыберген шабуылға араласып, бірнеше рет қақпаға соққы бағыттаған болатын, бірақ нәтижесіз болды. 0-1 есебімен командалар үзіліске кетті. Ветерандар жоқ, жақсы ойыншылар. Нестеренко, Алиев деген, Гуненко жақсы ойыншылар болған, шықпады мүмкін. Екінші таймда шығар мүмкін. Олар шықса, енді Астана есі Астана ғой ол. Оның ойыншылар бәрі көбі Қазақстанның командасы өз құрама командасында қазір. Балалардың несі қимылы жақсы. Осы темппен барса, қазір 1-2 қол соғамыз ба деп отырмыз. Бірінші тайм жақсы өтті, 1-0 болып ұтылып жатыр, бірақ әрі қарай ұтады ғой деп ойда бар. Сенеміз ойда. Ал екінші таймда ойын тіптен қызи түсті. Қос команда да ашық футбол ойнай бастады. Ойынның 65 минутында Қызылдар командасы қорғаушыларының қателігін ұтымды пайдаланған Астана шабуылшысы Джорджи Деспотович өзінің екінші добын қақпаға дарытты. Қызылдар қақпасына екінші гол салынғаннан кейін алғашқы ойыншыны алмастырды. Тыңнан ойынға команданың лидері Али Алиев шығып, команданың ойынына қан жүгірді. Көп күттірмей өз нәтижесін де берді. 69 минутта Андрей Бурцев қорғаушыларды алдап өтіп, қақпашы Александр Мокиннен айласын асырды. Есеп 1-2. Қонақ команда сапындағы Деспотовичтің 3-ші голды соғатын кезде болды, бірақ доп қақпа бағанасына тиіп кетті. Дегенмен қонақ командадан Алексей Щеткин Қызылдардың айып алаңына еніп, Асхат Тағыбергенге пас беріп, соңғысы есепті 73 минутта 1-3-ке жеткізді. Бірақ Қызылдарлық команда алға ұмтылып, 80 минутта Бошко Стойпич гол соғып, есеп айырмашылығын қысқарталды. Ойынның соңғы минуттары тіптен тартысты бола түсті.